Баршаңызға қайырлы күн. Эфирде Тірек мектеп-лицей жаңалықтары. Мен Мәуленбек Аяру. Ақпанның 2-ші жұлдызында мектебімізде өнер, еңбек, рух, ұлт болашағы атты дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындық, көркемдік, музыка бірлестік айлығының ашылу салтанаты өтті. Айлықтың басты мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, еңбекке баулу, салауатты өмір салтын қалыптастыру және ұлттық құндылықтарды дәріптеу арқылы жан-жақты рухы мықты ұрпақ тәрбиелеу. Пән бірлестіктерінің айлығы тәжірибе алмасуға, жаңашыл идеяларды жүзеге асыруға және білім беру үдерісін жетілдіруге бағытталған маңызды кезең. Айта кететін болсақ, 3-ші ақпан күні мектебімізде аудандық 11-ші сынып алтын белгі төсбелгісіне үміткерлерінен алгебра және анализ бастамалары пәнінен тәуелсіз бақылау жұмыстары алынды. Толығырақ әріптесім Асылжан жалғастырады. Рахмет, Аяру. Аталған жұмыс білім сапасын саралап қана қоймай, алдағы қорытынды аттестацияға дайындықтың бағытын айқындайды. Алынған нәтижелер негізінде оқушылардың білімін жетілдіруге бағытталған жүйелі жұмыстар жалғасын табатын болады. Осылайша алгебра және анализ бастамалары пәндері бойынша өткізілген тәуелсіз бақылау жұмыстары алтын белгі төсбелгісіне үміткер оқушыларды әділ тура бағалауға мүмкіндік береді. Әлихан Бөкейхан атындағы номер 15-ші Тірек мектеп-лицей базасында 11-ші сынып бітірушілерінің алтын белгі төсбелгісіне үміткер оқушыларынан тәуелсіз бақылау тесті алынуда. Бақылау тестіне Жоғал ауданының білім мекемелерінен барлығы 26 оқушы қатысуда. Қазіргі жастардың басты байлығы рухани құндылық па, әлде материалдық байлық па тақырыбында 6-7 сынып оқушыларымен пікірсайыс өткізілді. Мақсаты оқушылардың рухани және материалдық құндылықтар туралы түсінігін кеңейту, өмірлік басымдықтарды саралай білуге үйрету, өз ойларын еркін әрі дәлелді түрде жеткізе алатын тұлға қалыптастыру. Пікірсайыс барысында оқушылар рухани және материалдық құндылықтардың әрқайсысының қоғамдағы орны бар екенін атап өтті. Алайда шынайы байлықтың негізі адам бойындағы рухани құндылықтар, адамгершілік пен білім екендігі ерекше айқындалды. Осымен Тірек мектеп-лицей жаңалықтары тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.